Ғалымжан Қырықбай, құрметті көрермен, финалға шығып отыр. Бірінші рет қатыса салып бұл спортшы. Осылайша. Қазақстан Республикасының чемпионы, Қазақстан кубогының иегері. Финалға жетіп отыр. Жеке бапкері Бақтияр Ақбергенов. Зормен қызыл беретіндегі балуан Ғалымжан Қырықбай, Жамбыл облысы. Ғалымжанның қарсыласы көк беренді балуан Дәурен Нұралинов, Шығыс Қазақстан облысы. Лақабаты Шығыс Арланы. Дәурен халық барысы турнирінің жеңімпазы, Қазақстан Республикасы кубогының жеңімпазы, спорт шебері. Бапкерлері Ербол Игебаев және Думан Қызарбеков. Сонымен Ғалымжан Қырықбай және Дәурен Нұралинов бұл бүгінгі финалистер, бүгінгі ақтық сынға шыққан балуандар. Ендеше қалай болады көрейік. Екеуі де бұған дейін жақсы өнер көрсетті. Ғалымжан Қырықбай осыған дейін тіпті 5 қарсыласын тізерлеткен болса, Дәурен Нұралинов 4 қарсыласынан басын түсті. Әрине бұл бірінің артық, бірінің кем екенін білдірмесе керек. Ең бастысы жеребе солай түсті. Өйткені Ғалымжан Қырықбай 33-ші нөмір алды, ал Нұралинов жеребе барысында 8-ші нөмір алды. Ал өздеріңіз білесіздер, 36 балуан қатысты. 33-тен 36-ға дейінгілер бірінші және 4-ші нөмірлі балуандармен күресті. Сөйтіп олар бір-бір кездесуден артық өткізді. Ғалымжан сол қатарда. Ғалымжан Әділ Оразбаевты жеңді алғаш. Одан кейін Темірлан Көлбаевты, одан кейін Мұхтар Дәлелханұлын, ширек финалда Ерасыл Қажыбаевты, жартылай финалда Еламан Ерғалиевті жеңді. Және Еламан Ерғалиевті 3 минут 40 секундта таза түсірді. Ал Нұралинов болса, Нұрдәулет Жарылғаповтан бір бүгіпаймен басымдық танытты жартылай финалда. Ал финалда қалай болар екен? Биылға Жамбыл барысы іріктеу турнирінде Ғалымжан Қырықбаев жеңіске жеткенде осы өзі білім алып жатқан Тараз мемлекеттік университеті арнайы мақала жариялап университет сайтында ақ жол тілеген еді. Міне студент жігіт осылайша бір жақсы жетістікке қол созып отыр. Ал Дәурен Нұралиновтың біз бұған дейін халық барысы атанғанын білеміз. Яғни белдесуден халықтың көзайымына айналған жігіт және ең бастысы Қазақстан барысында бір мысқал жетпей жүрген осындай ірі табысқа. Былайша айтқанда мойындалған жігіт және ең бастысы көрерменнің есіне асын сызып айтайық көрермен үшін. Екеуі де бұған дейін финалға шығып көрмеген, демек біз бүгін жаңа Қазақстан барысын анықтаймыз. Бұл дегеніңіз біз сияқты спортты жақсы көретін, әсіресе спорттың статистикасын жақсы көретін жанкүйер үшін өте жақсы жаңалық. Өйткені баяғы Гарри Линекердің тәмсіліне салсақ, жұрттың бәрі футбол ойнайды, ал жеңетін немістер дейтін еді. Яғни жеңе беретін командаға айтылған бір наз болатын. Ал қазір шында да жұрттың Қазақстандағы апайтос жігіттердің бәрі күреседі, ал ыңылғи фавориттер жеңе берсе қалай болады. Сондықтан осындай жаңа есімдердің де шыққаны өте жақсы. Ал Ғалымжан Қырықбаев өзінің білгенінен жаңылатын емес. Ылғи бірінші шабуылда осылайша ұпай алады және қазір бүгіпайын иеленіп үлгерді. Ендеше есеп бүк ұпаймен қазір алда Ғалымжан Қырықбай. Нұралинов не істейді? Нұралинов қазір бас көзсіз шабуылдамайды. Бұл жігіттің өте сабырлы өнер көрсетуге маманданып алған, машықтанып алған біз әбден байқағанбыз, бақылағанбыз бүгін. Және енді шабуылдау кезегі сол Дәуреннің еншісінде. Оң аяғын таңып шыққан екен, бұған дейінде жарақаты барын айтқанбыз, бірақ Ербол Игебаев пен Думан Қызарбековтың шәкірті бүгінгі сәтте бағын асыруға тырысады, дегенмен бүгіпайын есесін алдымен қайтарып алу керек. Екеуі көп аңдысты және қазірше бүгіпай, Дәурен есепті теңестірді. Бүк 1-1, бұл жағдайда екеуінің де өліспей беріспейтін жастығын ала жығылуға тәуекелі зор екенін байқаймыз. Қайта басталды екеуі. Осы бір сәтте, 1 минут қалған сәтте екеуінің белдесуі тең жағдайда қайта басталды. Екеуінде де бір бүгіпайдан бар. Дәуреннің тәуекелі нәтиже берді. Ал енді Ғалымжан не істейді қазір? Екеуінің де соңғы минутта бір шешімді қимылы керек секілді. Бұл өйткені финал ғой, құрметті көрермен. Бұл өйткені ақтық белдесу, сылбыр жүріп, әшейін аңдысып жүріп өткізсе, бұл қызық болмас еді. Сондықтан біз және Ғалымжан тағы да көтеріп лақтыруға тырысқан, әдіс нәтижесіз. Өйткені бастаған Ғалымжан болатын, соңына жеткізе алмады. Жаңаға Нұрдәулет сияқты аңысын аңдып жүріп қарсыласты таза түсірсе,
қалай болатын еді? Бұл әрине біздің аңсарымыз ғана, бірақ мәселені кілем шешеді қалай дегенде де. О, жарты минуттай уақыт бар. Жігіттерге кәдімгі жанкештілік тілейміз қалай дегенде де. Жанкүйердің сенімін алдамау керек. Алдамау керек. Міне төреші де қараңыздар, қарқын қос деген белгі беріп жатыр. Екеуіне ескертуден гөрі солай жасаған дұрыс секілді, өйткені бұл 10 жылдық тарихы бар тамаша турнирдің бір өзіндік финалы болып тұр қазір 10 жылдан бергі. Негізі енді 11 жыл болуға тиіс еді, оның себебін сіздер жақсы білесіздер. 2011 жылы жарыс жолына шықты бұл тамаша турнир, және белдесу уақыты аяқталды. Енді қоян қолтық белдесу, құрметті көрермен, қоян қолтық белдесу. Біз қоян қолтық белдесудің осы Қазақстан барысы турнирінің финалында кездескенін айтуымыз керек. 2014 жылы Мұхит Тұрсынов пен Асыл Барменов қоян қолтық белдесу арқылы жеңімпазды анықтаған болатын. Ол жерде Мұхит Тұрсынов қарсыласты кілемнен шығарып жіберген еді. Ал қазір қалай болады? Бір-біріне тең, мықты, лайық қарсыластар. Қазір Дәурен Нұралинов пен Ғалымжан Қырықбай. Ғалымжан қарсыласының белбеуі дұрыс тағылуын талап етіп отыр. Бұл да дұрыс. Ешкімге артықшылық, басымдық берілмеу керек. Спорт тілімен айтқанда фора берілмеу керек. Көрейік. Ғалымжан неге күтіп тұр? Ол да бір қолмен белбеуді ұстау керек қой. Міне, енді екеуі тең жағдайда. Жоқ. Қазір Дәурен Нұралин қолын тартып алып жатыр ғой. Ал міне ұстады. Төрешінің ысқырығын күту керек, төрешінің белгісін күту керек. Екеуді ортаға келтіру керек. Сонымен, шешуші сәт, құрметті көрермен. Кім мықты, кімнің белі мықты? Көрейік, және Дәурен Нұралинов қарсыластың әдісін өзіне қолданды. Сөйтіп Дәурен халық барысы атағына Қазақстан барысы атағын қосып отыр. Құрметті көрермен, қоян қолтық белдесуде Дәурен Нұралинов жеңіске жетті. Осы жылғы республикалық Қазақстан барысы турнирінің жеңімпазы. Міне, сәтті күту деген, аңысын аңду деген осындай болады. Тәуекелге барған Ғалымжан Қырықбай болды, бірақ қапысын тапқан Дәурен Нұралинов. Осылайша көкберенді Дәурен Нұралинов дәстүрлі турнирдің жеңімпазы және жаңа жеңімпазы. Ендеше Бейбіт Ыстыбаев, Ұлан Рысқұл, Еламан Ерғалиев, Айбек Нұғымаров, Мұхит Тұрсыновтардың қатарына осы Дәурен Нұралинов та қосылып отыр. Көрейік, міне осы бір сәтте қараңыздаршы. Тартып тұрды. Ғалымжан бұл жерде үлкен тәуекелге барды, бірақ қараңыздар. Айналдырып түсіре алмады, керісінше өзі тура қос жауырынмен қадалды. Көріңіз, бұл жерде пайда қандай Дәурен Нұралинов? Белді жіберген жоқ қой. Белден алынса, онда жеңілетін еді, айналып түсетін еді. Бірақ Дәурен бұл жерде кәдімгідей тасқа ұстады белден. Сөйтіп жеңіске жетті бапкерімен. Қуанатын сәт. Дәурен Нұралинов Ақжігіт Ораловты, Нұрсұлтан Иманғазинді, Олжас Шынкеевті, Нұрдәулет Жарылғапты жеңіп финалға шыққан еді. Міне финалда Ғалымжан Қырықбайдың қапысын тапты. Бүгінгі жарыстың қола жүлдегері, Қазақстан барысы 2021-дің қола белбеу иегері Нұрдәулет Жарылғапов. Нұрдәулет Жарылғапов тұрдағы шақырамыз. Сонымен қола жүлде иегері Нұрдәулет Жарылғапов. Маңғыстау облысының өкілі тамаша нәтижеге жетіп отыр. Құттықтаймыз. Бапкері Елубай Кенжебай ағамыз ортада. Сонымен балуанды қола белбеумен марапаттауға біз ортаға Қазақ күресі ассоциациясының бас хатшысы, Қазақстан барысы қазақ күресін қолдау және дамыту қоғамдық қоры қамқоршылық кеңесінің төрағасы Есекеев Қуанышбек Бақытбекұлын шақырамыз. Бір қошемет. Қола жүлдегер, қола белбеудің иесі Нұрдәулет Жарылғапов, Маңғыстау облысы. Балуанға қаржылай сыйақы табыс ету үшін
1.800.000 теңге сертификатын табыстауға Нұр-Сұлтан қаласы дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Ерғалиев Самат Серханұлы шақырылады. Сонымен 1.800.000 теңгенің сертификаты және қола белбеу табыс етілді. Ал бапкеріне 900.000 теңгелік сыйақы сертификаты. Өте жақсы. Тамаша нәтиже. Сіздер әрқайсыларыңыз бір-бір жүлдеден тапсырасыздар. Сол себепті бізді тыңдап отырсаңыздар абзал болады. Әр қонағымыз бір-бір жүлде тапсырады. Сонымен тағы бір қошемет көрсетейік. Қола жүлдегердің иесі Нұрдәулет Жарылғапов, қола белбеудің иесі. Сонымен қатар 1.800 теңге көлемінде сертификат және бапкері Елубай Кенжебай арнайы 900.000 теңге алып отыр. Оны табыс еткен Қазақстан барыс жобасының бас демеушісі Магнум сауда желісінің басқарма төрағасы Османов Азамат Маратұлы. Марапаттау рәсімін одан әрі жалғастырамыз. Екінші орын күміс белбеу. Ортаға шақырылады. Күміс белбеудің иегері Ғалымжан Қырықбай, Жамбыл облысы. Ғалымжан Қырықбай бүгінгі биылғы турнирдің күміс белбеуінің иегері. Бақтияр Ақбергенов. Алғаш рет қатысып осындай тамаша нәтижеге жеткен спортшыны құттықтаймыз. Және оның бапкерді ортаға қоса шақырылып отыр. Жамбыл облысының балуаны өте жақсы өнер көрсетті. Президенті Садықұлов Әнуар Төлеуғанұлы ортаға шақырылады. Ол кісі бізде белбеуді табыстайды. Күміс белбеу тапсырылады қазір. Ғалымжан Қырықбай, Жамбыл облысы. Күміс белбеудің иегері. Өте салқынқанды спортшы қазір белбеуді беліне тағады және Сондай-ақ Қазақстанның жауынгерлік өнер ассоциациясының бірінші вице-президенті Жарасымды қараңыздар. Мәлік Кеңесбайұлы, сізді ортаға шақырамыз. Балуан мен бапкеріне жаңағы ақшалай сертификатты табыстаңыз. сонымен Балуанға 5.500.000 теңге сыйақы сертификат табысталады. тамаша. Құтты болсын дейміз спортшыға. Бапкері. Кеңесбайұлы, сіз бапкеріне де табыстайсыз. Бапкеріне 1.800.000 теңгенің сыйақының сертификатын табыстауға Қазақстанның жауынгерлік өнер ассоциациясының бірінші вице-президенті Мұрзалин Мәлік Кеңесұлы шақырылады. 1.800.000 теңге бапкеріне Күміс сұнылды. белбеудің иегері. Ал енді қадірмен ағайын ортада 2021 жылғы Қазақстан барысы. Ортаға шақырылады Шығыс Қазақстан облысының өкілі Дәурен Нұралинов, біздің жеңімпаз. Бапкері Ербол Игенбаев. Қазақстан барысы 2021-дің жеңімпазы. Елбасы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жүлдесін алған Қазақстан барысы жобасының жеңімпазы бүгінгі су жаңа барыс. Дәурен Нұралинов жеңімпаз көрермен. Осыған дейін жеңімпаз атанған жігіттердің қатарын толықтырып отыр. Сонымен Дәурен Нұралинов 2021 жылға Қазақстан барысы турнирінің мерейлі турнирінің жеңімпазы. Құттықтаймыз. 25 миллион теңге сыйақы алады және алтын белбеумен тайтияқ. Жеңімпазға алтын және 25 миллион теңгелік қаржылай сыйақының сертификаты. Бәрін өзіңіз табыстайсыз. Ал алтын белбеу батырымыздың беліне жетер ме екен? Жететін секілді. Бел жігіттері жоқ, бірден иыққа салды Дәурен. Бірінші орында 25 миллион теңге қаржылай сыйақы сертификат табысталды. Бәрін сіз бересіз. Бірінші орын. Сонымен 25 миллион теңгенің сертификаты. Қазақстан барысы және бапкері Ербол Игенбаев 3,5 миллион теңгелік сертификат бапкеріне беріледі. Құрметті көрермен, біз репортажды осы жерден аяқтаймыз. Эфирде сіздерге қызмет көрсеткен комментатор Есей Жеңісұлы. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сонымен 2021 жылғы Қазақстан барысы Дәурен Нұралинов, Шығыс Қазақстан облысы. Дәурен Нұралинов, Қазақстан барысы 2021.
су жаңа барыс құтты болсын ағайын. Көп рахмет.